Көз еді. Ауылдағы байланыс бөліміне бастық болып, 2 баласы бар Бағила деген жесір әйел көшіп келді. Талайдан жабық тұрған пошта үйінің есігі сол күні кешке дейін айқара ашылып, шамы түн ортасына дейін сөнген жоқ. Газет таратушы әрі үй сыпырушы болып істейтін Поля апай мен Бағила сол кеште кішірек 4 бөлмені ақтап, жуып, тазартып тастаған еді. Тұрғын үйге арналған 2 бөлмесіне жаңа иесі үлкен ақ кереуетін, көтерген кезде ауырсына сықырлайтын столын кіргізіп, басқа да дүниеліктерін жинастырды. Аяққа оралғы болған балаларын шешіндіріп, маңдайларын кезек сүйеп жатқызған соң, Бағила көңілі жай тапқандай, ашаңдау ақ құба жүзі өткір жанған шамның жарығына шомыла тұрып, езу тартты. «Осылайша тұрамыз да?» деді ол Поля апайға қарап. Бұл сөзді қуаныштан ба, болмаса күйініштен айтқаныма айыру қиын еді. Үй ішінің тым жұпынылана күрсіне көз тастаған Поля апай, «Әлі түгел көшіп келмеген боларсыздар», деп сұраған. «Әрине», деді, оның сөз төркінін өзінше түсінген Бағила, столға ақ дастарханын жауып жатып. «Енді ол жақта сиырымыз қалды, соны жеткізіп алсақ». Ертеңіне байланыс бөлімі жұмыс істейтін бастады. Әуелде келушілер сирек еді, бірақ түске жақын бүкіл ауылға поштаның жаңа бастығы туралы «Шіркін, адамның көріктісі сондай-ақ болар» деген мақтаулы сөз тарады да, көп ұзамай-ақ ауыз бөлмеге төселген ескі алақшаға аяқтарын тыпырлата сүрткен келіп кетушілер көбейіп кетті. Бірең-сарандары болмаса, көпшілігі ақ болымсыз нәрсені сылтау етіп пошта бастығын көруге келгендер еді. Әйелдің ойлы қарайтын ұзын кірпікті, үлкен қой көзі, нарттай қызыл ерні, тік ұстайтын әсем мүсіні оларға қатты ұнады. Ал кешкілікте Бағила байланыс қызметкерлерінің формалы костюмін киіп, 2 баласын ертіп, дүкен жаққа қарай жүрген кезде, сыртынан талай көздер телміреп қарап қалған еді. Колхоз председателі Дауылбай үйінің іргесіне орынды қойғызып демалып отырған. Әлден кейін әйелі Мағия елеп жатқан ұнын тастай сап, оның жанына кеп тұра қалды. Тұқырған бойда тісін шұқып отырған Дауылбай оған одырая бір қарады да, аузы бос болмағандықтан сөйлеген жоқ. Мұндайда күйеуінің өзін жақтырмайтынын біле тұрса да, Мағия кете қоймады. Күмілжіген қалыпта айқаса өскен қасқа тістерін көрсетіп езу тартты. Шұртты күріп тастаған Дауылбай әйеліне зекіп жібермек болып, енді оқталған. Кенет көше жаққа көзін түсіп, аңырап қалды. Анадай жерде председательдің үйінің тұсынан 2 баласымен поштаның жаңа бастығы көлденеңдеп өтіп бара жатқан. Дауылбай тісін бір шұқып, бір түкірініп, жанында тұрған әйелін де ұмытты. Сұлу келіншектің әрбір аяқ алысына мөлия қарап мелшиді де қалды. «Па, шіркін», деді әлден соң тамсанып. Мағия күйеуіне күрсіне қарап тағы біраз үнсіз тұрды да үйге кіріп кетті. Осы күннен бастап Дауылбай үйіне қайтса болғаны, демалу үшін сол орнына орындық қойғызып, тісін шұқып отырып алатын әдет шығарды. 2 көзі пошта жақта, сонда кіріп шыққандарды бақылайды. Бұл қылығы әйелін қатты назаландырды. Күйеуінің қатал өмірі бойынша ешқайда бармайтын, ешкіммен араласпайтын Мағия бар азапты үйде отырып шекті. Бірте-бірте пошта бастығына деген күндестікте пайда болды. Дауылбайдың үй іргесінде отырып пошта жаққа қадала қарап қалған сәттерінде ол сорлы, түк көрмегендей тесілуін деп күйінетін. Бірақ қорыққандықтан тіс шарып ештеңе айта алмады. 2-3 күннен кейін Мағия дәл бір алысқа қонаққа баратын адамдай бар асыл киімдерін киініп, поштаға кіріп шығуға жиналған. Ондағы ойы пошта бастығын жақыннан анықтап көрмек еді. Дәл үйден шығар алдында айнаға қараймын деп, көңілі тағы бұзылды. Өз кескіні өзіне ұнамады. Бет пішіні 27-ге енді ғана жеткен әйелдей емес, әлде қайда жап-жалпақ кәртең еді. Мезгілінен бұрын түскен көзінің түңірегіндегі ұртындағы тұрланған ұсақ әжімдер, өткен жылғы түсіктің ізі боп қалған қарала торттарда реңін айғыз-айғыз етіп, соншалық сүйкімсіздендіріп тұр. Әйел бақыты сұлулық екен ғой, деп ойлады Мағия,
көзі жасқа толып. Сол айна алдында тұрған бойда өзінің осыдан 10 шақты жыл бұрын қандай болғанын есіне алды. Мағия қойшының қызы еді. Бала кезінде 5-ші класты бітірген соң, әке-шешесі онан ары оқытпай, өздерімен бірге малға әкетті. Ескі салтқа берік қарттар жалғыз қызын алақандарында әлпеште өсірген. 17-ге шығып, отау иесі болғанда, сол кездерде әйелі өліп, қыз таңдап жүрген Мағиядан 16 жас үлкен колхоздың зоотехнигі Дауылбайға ұзатты. Ата-ана үкіміне мойынсынуды өзінің бас тартпас парызы деп білген жас қыз махаббат, сүйіспеншілік дегеннің не екенін білместен-ақ қақсал еркекке әйел болып кете барған. Ұяң мінезді, үлбіреген жас келін әуелгі күндерден бастап-ақ тоң мойын, дойыр күйеуінен қатты жасқанатын. Жас әйелінің әдемі көркін бүкіл елден қызғанатын Дауылбай, Мағияның біреуге қарап сәл күлгенін көрсе, ұрып жығушы еді. Сөйтіп, хит етсе ұруды әдетке айналдырған ол, 10 шақты жылдың ішінде жас әйелін кекселік қалыпқа жеткізген. Бір таңданарлығы, Мағия күйеуін көрсеткен жәбір жапасын еш уақытта жан адамға айтып шағынбайтын. Бар қорлықты үнсіз қабылдап, үнсіз шыдайтын. Осыдан 4 жыл бұрын Дауылбай колхозда председатель болып сайланды. Көңілі өсіп, асып таси бастады. Енді ол өзінің жас әйелін қомсынып, ауылдағы жас келіншек қыздарға көз тігіп, суыт жүріске ауған. Қарағаштай қатып, азаппен соққыға шыдап, еті үйренген Мағия бірте-бірте тілі шығып күйеуінің ізін аңдайтын. Құр далбаса ғой, мұнан именіп тартынып жатқан Дауылбайда жоқ. Ішкен күні сілейте ұрып салатын. Бірақ сырт ел үй ішінің бұл жағдайларынан бейхабар болушы еді. Дүние-ай, бар бақытты, бар қызықты бермесең де, сұлу етіп неге жаратпадың екен, деп күрсінді келіншек. Қайтадан шешініп тастағысы кеп, бір тұрды да ақыры, одан келіп кетер ештеңе жоғын біліп, поштаға қарай жүрді. Мағия есіктен кіре бергенде-ақ, іштегілердің председательдің әйелі деген күбірлері анық естіліп, барьер алдында кезекте тұрғандар ығыса бастаған. Бірақ олардың дабырласқанына пошта бастығы басын көтере қоймады. Әлде қандай банкілерді біркелкі моншақта әдемі жазумен асықпай толтырып, екі жерінен тарс-тарс еткізіп мөр басты. «Кәне, сіздің кезеңіз бе?» деп ол енді келесі тұрған адамға бұрылған. Мағия өте таяу кеп оған әбден анықтап қарап алды. Ел мақтаса мақтағандай екен. Жазып отырған сәттегі бүлкілдеген бұғағы, сәл сол жағына бұрған әппақ мойны көзді арбап еріксіз қаратады. «Менің шаруам», деді әлден соң Мағия. «Я, айтыңыз», деп Бағила бұны енді ғана көрді. Қадала қараған сұлу кескінінен Мағияның жүзі шыдамай тайқып кетті де, күрсініп қалғанын өзі де байқамады. «Газеттерімізді түгел алмаймыз», деді. Пошта бастығы Мағияның фамилиясының атын сұрап алды да, көрші бөлменің еденін жуып жүрген Поля апайды шақырды. «Ой қарағым», деді қолын алшапқышына сүрте кірген Поля апай тіксініп. «Газеттеріңізді мен күнде өз қолыммен апарып, күйеуіңіздің қолына тапсырып жүрмін ғой». «Қайдам, Дауылбай үйге газет әкелмейді». «Ондай болса өзіне-ақ апарып тұрайын, үй арасы жақын ғой». Осыны айтты да Поля апай өз жайына кетті. «Сізбен жұмысым біткен болар» дегенде пошта бастығы Мағияға ілтипатпен тағы бір қарады да келесі адамға бұрылды. Суыта бастаған көздің бұлтты күндерінің бірінде жирен атқа мінген домалақ шал үлкен ай мүйізді қоңыр сиырды айдап әкелген еді. Бағила да балалар да алдына жүгіре шыққан. Сиырдың бас шыбын қолға алған сәтте-ақ сылап-сипап қатты қуанысты. Ал Поля апай хаттар мен газеттерді таратып болып қайтып оралғанда бастығы күлім қағып есік алдында тұр еді. «Біздің сиырды әкелді, жүріңіз көресіз бе?» деп қолды аяққа тұрғызбай үй артына ерте жөнелді. Қоңыр сиыр пысылдай дем алып алдына салған аз ғана шөпті отша жалаңдаған ұзын тілімен орай қарпып тұр екен. «Оның қандай сиыр екенін сіз білсеңіз, Поля апай, сиыр емес, аққан сүттің бұлағы ғой. Бұзаулауына 10 күн қалғанша сауылады. Көрерсіз әлі», деп Бағила мақтай береді. Ана жақтағы көршілеріміздің барлығы да «Шіркін, бір үйдің ырысы ғой» десетін.
Тіпті маған сат деп қанша жабысты олар. 2 балам бар, неге сатайын? Поля апай өз бастығының баладай қуанған мінезімен мақтауына сараң езу тартып, сиырдың желінен ұстап, қылша жүнінде тартып көрді. Тек бар айтқаны: қыс жақындап қалды ғой, енді 1-2 шана шөп түсіртіп алсаң, деді. Иә, деп сиырдың қыстық қамы есіне енді ғана түскенде Бағила ойланып қалды. Бүгін колхоз бастығына барамын. Қыстың алғашқы күндері жайма-шуақ адамға да, малға да жайлы еді. Пошта үйінің сыртындағы кішірек төбенің қары еріп, қарайып кетті. Өзіне деген қыстық азығының аздығын сезгендей, қоңыр сиыры бір ауық сол төбешіктегі қар суымен жібіген бетеге жусаннан от қайтарып жүрді. Ал Бағила мен балалары қоңыр сиырды көздерінен екеле таса жібермейді. Ешқайда шықпай жылы үйде терезенің алдында ғана ойнайтын екі баласы кездері биылғы бұзаудың кімдікі болатынына таласып қалатында, анасы езу тартқан қалыпта оларға: екеуіңе де жетеді, мінгесіп жүресіңдер, деп күлетін. Ал менің мінгесіп жүргім келмейді, дейтін кішкене тентек ұлы бұлқынап: одан да 2 бұзау тусын. Бұл сөзге Бағила бар даусын шығарып мәз болып күлетін. Поля апайды шақырып алып, екеуі ара күлісетін. Январдың орта шенінде боранды бір түнде қоңыр сиыр бұзаулады. Бір таңқаларлығы, кіші баласының айтқанындай 2 бұзау туды. Балалары шексіз қуанышты еді. Екеуі 2 бұзауды өзара емдене бөлісіп, ауызғы бөлмеден үйге кірмей қойды. Бағила қоңыр сиырдың алдына төбеден мол етіп шөп түсіріп алғашқы уызында сауып алды. Февраль айының бас кезінде түскен қалың қар кішкене жотаны әбден сірестіріп, қоңыр сиыр тек қолға қарап қалды. Бұл кезде қораның үстіндегі шөп те бітуге таяп қалған еді. Газет-журналдарды хаттарды реттеп, жұмысын бір жайлығып тастаған Бағила орнына Поля апайды қалдырып өзі колхоз бастығына барып, тағы бір шана шөп сұрамақ болды. Дала суық еді. Еңкейген күннің алыстан қиялай түскен сәулесін қызыл әйнектен өткізгендей аяз тұтыпты. Солтүстіктен бет қарыған ызғырық есіп тұр. Бағиланың жүзі суытқан лезде бал-бұл жанып, бұрынғысынан да сұлуланып кетті. Әншейінде аяғына құлпылдап жүретін ауыр пимасы да кішірейіп, шапшақ болып жеңілдейіп кеткен тәрізді. Енді далада ойнақ салған киікше бүкіл денесі еркін қимылдап, жұлқына жүріп келеді. Қандай жеңіл бұлтсыз көңіл, қандай рахат суық ауа. Мейлі жесір болсам да, осында еркіндігімнің өзі артық қой, деп ойлады да, ол кеңсеге тақағанда. Кеңседе кісі көп екен. Барлық бригадирлер, ферма бастықтары, активтер тегіс жиналып, бір мәселенің шегіне шыға алмай отыр. Бастықтың бөлмесін темекінің көк түтіні тұмандатып жіберіпті. Бағила кірген бойда есік жақта тұрып қалды. Қабағы түйуі, председательдің кілт жабырыңқырап, басын изеп, амандық білдіргені болмаса, ешкім бұған көңіл аударған жоқ. Даулы әңгімелерін жалғастыра берді. Ас тұрғаннан кейін-ақ Бағила әңгіменің мән-жайына толық түсінді. Колхоздың қысқы дайындаған шөбі жетімсіз болып жатыр екен. Енді кейбір алыс учаскелерге жол салып, сондағы шөптерді жеткізіп алуды ойластырып отырған кездері көрінеді. Әрі-бері дудан кейін 2-ден 3-тен, бірінен соң бірі, председательден тапсырмаларын алған жұрт кете бастады. Шаруаңызды айтыңыз, деді бір кезде председатель Бағилаға қарап. Сұрасам ба, сұрамай-ақ қойсам ба екен деп, екі ойда тұрған Бағила сәл қысылып қалды. Мен жайша, жаңа жылға жазылған газет-журналдарыңызды уақытымен алып тұрасыздар ма? Соны білгелі келіп едім. Рахмет, ол жөнінде келгеніңіз дұрыс қой, деді председатель жауапқа көңілі толмағандай. Түгел алып тұрамыз, анау кезде жеңгеңіз барып айтқаннан бері, деп Бағиланың соңын ала мегзеп қойды. Газеттерді үйге барып беретін болды. Бағила бұрылғанда өзінің арт жағында шырттай киініп алған плюш пальтолы председательдің әйелін көрді. Басқа шаруаңыз жоқ па еді? Жоқ, деді әлі 2-3 ойда тұрған Бағила. Председатель езу тартқандай болды да, бұрынғыдан да бетер қысылған Бағила шығып кетті. Ұят болды, деді сыртқа шыққан соң. Беті ашылмаған қыздан да әрі болмағаным не? Ятай. Председательдің әйелі Бағиланы оқты көзімен атып жіберерде қарап, шығарып салған. Қара зәндемені
деді жарылып кетердей боп Жайша деді. Жаман қатты жайша жүрген шығарсың. Күйеуіңнің жанына барып, сыбырлап қана үйге қашан қайтатынын сұрады. Қайтамын ғой, деді қабағы қайта түйіліп тыржыған Дауылбай жақтырмай. Адамның есі шығып жүргенде, сен де осы. Кешеден бері аш қоңыр сиыр бүгін ертеңгісі мөңіреп, тіпті тұра алмады. Аласұрып қызықты шырқ айналды. Сиырының әрбір мөңірегені жанына қатты батқан Бағила жеп алып, председательдің үйіне қарай жүрді. Бұл кезде председательдің үйіне екінші шана шөп түсіріліп жатыр еді. Дауылбай есігінің алдында пальтосын желбеге жамылып жүрген. Төсектен тұрғаны осы еді. Беті қолында жумаған. Көрші, сиырым аш тұр, деді амандықтан кейін Бағила. Алыңыз, алыңыз. Көтергеніңізше алыңыз. Бұл жолада председатель кеңсесіндегідей қуақылана езу тартты. Онан соң түсіріп жатқан жігітке шанадағы шөпті поштаға апарып түсіруді бұйырды. Үй шаруасынан кіріп шығып жүрген Мағия, өзімізге де жетпейді, деп араласпақ болып еді. Дауылбай оған алара бір қарап тыйып тастады. Бағила алғысын айтып шана соңынан ете бергенде, бұл шөп неше күнге жетеді, деді председатель. Өзі мөлшерлеп біле тұрса да қамқорлық білдірген үнмен. Біраз күнге. Дауылбай басын шайқаған күйде ойланып біраз тұрды. Сіз былай істеңіз, мына шөпті өйтіп-бүйтіп 10 шақты күнге жеткізіңіз. Күндіз сиырыңызды босатып біздің үйге қарай айдап жіберсеңізші. Мына біздің қораның төңірегіндегі шашылған шөпті онсыз да осы ауылдың бір қора малы торып жүреді. Сіз қайта көрші емессіз бе? Көрші қақысынан құтылу парыз қой. Былшықтары жуылмаған көзінде тағы да күлкі ойнады. Соңғы сөздерін әзіл ретінде айтса да Бағилаға бір ойдың ұшын сездіргендей еді. Председательдің күлкісі де сөзі де ұнаған жоқ. Содан 2 күн өткен соң түнде Бағила балаларын жатқызып, өзі кітап оқып отырған. Ақырын ғана сыртқы есік қағылды. Бұл елең етіп шыға қоймады. Есік тағы қағылды. Көрші, әй көрші, деген председательдің сыбырлы дауысы естілді. Қорыққандықтан болу керек. Бағиланың буындары дірілдеп қозғала алмай қалды. Қой, ұят болар. Бір шаруамен келген шығар деп те ойлады. Бірақ ұрлана шыққан дауыс ондай ештеңені аңғартпайды. Бағила тырс еткен жоқ. Председатель үйдің екінші жағындағы қалың қарды омбылап терезеге келді. Терезені қақты. Көрші, әй көрші, тоңып кеттім, деді жалынышты үнмен. Бағиланың қатты-қатты сөздер айтып айқайлап жібергісі келді де, балаларды шошытармын деп ұстанып қалды. Тек тұрып барып шамды сөндіре салуға ғана шамасы келді. Өне бойы бұрынғыдан қатты дірілдеп кетті. Қорлаған сезім бұлықтырып барады. Соңғы айларда мүлдем ұмыт бола бастаған әйелі атаулыға қызыққыш музыкант күйеу есіне түсті. Аудандағы беті жалтыраған қыз-қырқынның соңына түсіп, әуеленіп жүруші еді. Сонда соның сол қылығына ерік беретін әйелдерді атуға Бағиланың атарға оғы жоқ еді. Күйеуінде, әйелдерді де өлерде жек көретін, жиренетін. Ол әрбір жаңа әнді бір естігеніне қандай тез жеңіл үйренсе, Бағиламен де сондай жеңіл, тез айырылысқан. Дап-дардай адам, мына председательдің мына қылығына не дерсің? Апырмай, еркек атаулының бәрінің білері осы ғана мекен, деді көзі жасқа толып. Күйеуінің ашулы екенін Мағия оның аяғын қатты-қатты қағып, есікті жұлқа ашқанынан білді. Екі көзі от шашып үйге кірген Дауылбай орындыққа сылқ отыра кетті де, ымдап аяғын шешуді бұйырды. Мағия оның үстінің қарын қағып пимасын шешті. Құдай-ау, осынша қайда омбылады екен, деп ойлады. Дауылбай сол томырайған қалпында, ләмдеп аузын ашпастан, теріс қарап жатып қалды. Ертеңіне түсте ол кеңседен өзімен бірге колхоз бухгалтерін ерте келген. Тамақ алдынан тәбет ашу үшін де екеуі қырылыста қанды сәл ғана толтырып арақ ішіп алды. Әр нәрсені әңгіме ете отырып аздан кейін-ақ екеуінің де жүздері қызара бүртіп терілей бастады. Осындайда мақтануды жаны сүйетін Дауылбай әйеліне: «Әй, сен тыңдайтын сөз емес, бара тұр», деп ақырып қойды да бухгалтерге өзінің жаңа почта бастығымен жақындығын, түнде сол үйде болғанын айтып, желпініп алды. Мағия ауыз бөлмеде тұрып-ақ күйеуінің байғұс есігінің алдында барып жөтелуінің мұң екен аша қойғаны.
ішке өзі кіргізіп алды. Мен де кіргеннен көп отырар уақытым жоқ деп бірден дегенін естті. Екеуі де қарқылдап күлісті. Бағила алғашқы 1-2 күнде сиырын жібере қоймаған. Бірақ председатель уәде еткен күнге дейін шөптің жетпейтінін анық сезгеннен кейін сиырын босатып жіберді. Бұл жайды қоңыр сиыр да жақсы түсінгендей, мол шөпке көз сүзе айналшықтай сабылған өзіндей малдарға қосылып, председательдің үйінің маңайынан шықпайтын болып алды. Бірде кешкілікте Бағила сиырын қайыруға барғанда есіктерінің алдында Мағиямен бетпе-бет кездесіп қалған. Ызбарын шашқан зәрлі көзқараспен ыңғайсызданған. Бағила жай амандасып қана өтіп кетпек еді. Бірақ Мағия оны еріксіз тоқтатты. «Мынау қаңғып жүрген сиыр сіздікі ме еді?» деп сұрады. Председательдің әйелі біле тұрса да қасақана. «Қарасаң, келгір мал екен. Кешке дейін қуа-қуа ала өкпе болдым», қысылған Бағила. «Осы үйдегі ағай босатып жібер деген соң дей берген еді». Мағия оның сөзін бөліп тастады. «Осы үйдегі ағайың немене?» деді кекесін үнмен. Екілене сөйлеп, кім көрінгеннің малы үшін шөп түсіре ме? 7 сайын 2 шанадан түсірте беретін председательдің әкесінің шөбі ме екен? Колхоздың шөбі, онсыз да өсекке шығып жүргенде. Бағила ләм деп ауыз ашпастан сиырын айдап кете барды. Председательдің әйеліне деген реніші қатты еді. Кім білсін, деп ойлады үйіне келген соң. Күйеуіне шөп сұрап қайта-қайта барғыштай бергенімді ол жамандыққа жоритын болар. Осы ой келгенде Бағила өзін қатты қорланғандай сезінді. Қоңыр сиырды күндіз-түні байлап тағы да жібермей қойды. Аз ғана шөп аз күнде тағы да бітті. Қыс болса әлі көсіліп жатыр. Бағиланың енді шөп сұрап бірден кеңсеге баруға дәті жетпеді. Ал қоңыр сиырдың тұмсығын соза мөңірегені барған сайын жиілеп жанына батты. Жан-жақтағы көрші қолаңдардан сұрап көрді. Бірақ бұл халмен де 2-3 күннен ары аса алмады. «Осы мен арым таза бола тұра неменеге қысыламын», деді де ол әбден амалы таусылғанда. «Егер председательдің әйелі шынымен жаман ойда болса, анықтап айтуым керек. Алмаған шөп түсіріп беруге колхоз міндетті». Ол осылайша өзіне өзі демеу беріп кеңсеге қарай жүрді. Бағиланың кеңсеге бара жатқанын Мағия есігінің алдында тұрып көрді. «Қайқаңдап жүрісің, сен деменің», деді өртенердей болып. Дереу істеп жүрген шаруасын тастай салып, үстіне палтосын ілген қалпында сүріне қамына үйден болта шықты. Дәл осы кезде 2 бұзауын ертіп бас жібін сүйреткен қалпы есігінің алдына кеп, кесе көлденең тұра қалған қоңыр сиыр көзіне тікенектей қадалды. «Әк, әзірәк қалғырдың малы», деп бажылдай ұмтылды. Қапелінде қолына босаға жақта тұрған балта ілінген. Сиырға қарай сілтеп қалды. Өткір балта күнге шағылса жалт етіп барып жүзі сиырдың бөксесін орып өтті. Бағия бөгелместен кеңсеге қарай алқына жүгірді. Көзі қанталап, пошта бастығын бас салып шылуға әзір еді. Кеңсеге кіре бере Бағиланың салмақты қатаң дауысын естіп, ол тұрып қалды. «Қалай десеңіз де, шөп түсіртіп бересіз. Ол сіздің міндетіңіз». «Япырай, көрші, мен не істейін?» «Не істе дейсіз маған? Колхоздың малына да шөп жетпей жатыр. Қинадыңыз-ау мені», деді лашызданған Дауылбай. Онан соң алдындағы тық-тық еткен стол сағатына қарап біраз отырды. «Жақсы, қазір анау біздің қораның төбесінде шөптің жартысын сізге түсіртіп берем». «Жоқ, о не дегеніңіз?» деді Бағила шошынғандай. «Не істейін, басқа малым жоқ». «Не деген адамсың өзің?» деді осы тұста Мағия есіктен кірген бойда Бағилаға тап бере шаңқылдап. «Саған адамша айтып тұр ғой, жартысын емес. Ал ана шөптің бәрін». «Жә, сен келігетін жұмыс емес», деп тыржиған Дауылбай оны бөліп тастамақ болған. Бірақ Мағия бұрынғыдан да әрі өршелене түсіп, «Бәрін алсын, бәрін», деп ызалана жылап жіберді. Дәл осы кезде сырттан шырқырап жылаған баланың даусы естілген. Бағила атып шықты. «Апа, біздің сиыр өлді, іші жарылды», деді өкси жылаған кіші баласы. Бағила үйіне келгенде қоңыр сиыр есік алдында шек қарны сүйретілген күйі ауыр қиналып, ыңыранып жатыр екен. 2 бұзауы енелерінің бұл жатысына түсінбей искелеп жүр. Аққан қан қызғаныштың ізіндей председательдің үйінен бері қарай созылыпты.